Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Енді мына келе жатқан жаңа жылдың қарсаңында маған осы жаңа жылды тойлау қазақтың дәстүрінде болған ба деген сұрақтар келіп отыр. Енді дәстүр туралы әңгімелерді айтқандықтан осы сұраққа да жауап бере кетейін. Жалпы жаңа жылды 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қарайтын түні тойлау дәстүрі қазақ халқында болмаған, және бұл мұсылман дәстүрінде де жоқ. Бірақ дегенмен де өзімнің жеке пікірім, бұл мейрамды жақсы игі іс жасауға пайдалану керекпіз деп ойлаймын. Яғни осы жаңа жыл мейрамы енді 21 ғасырда мемлекетімізде көптеген жерлерде тойланып жатқандықтан, біз бұл мейрамды қазақилығымызды және мұсылмандығымызды дамыту үшін пайдаланайық. Бұл қалай дейсіздер ғой? Біріншіден, қазақилықты дамыту дегеніміз, яғни отбасымыздың алдында үлкен дастархан жасап, сол дастарханда бәріміз отырып, бір-бірімізге жақсы тілек айтып, бір-біріміздің көңіл күйімізді көтеріп, отбасылығымыздың бірлігін нығайтып, ертеңінде жақын туыстарымыздың үйіне қонаққа барып, солармен жақсылықпен бөлісіп, жақсы тілектер айтып, бір-бірімізді мейраммен құттықтай отыра, бір-бірімізге жақсы нәрселерді тілесек, бұл дұрыс деп ойлаймын. Бұл қазақилығымызға керек дүние деп ойлаймын. Ал енді мұсылмандықты қалай дамытуға болады дейтін болсақ, мұсылмандықты қасиетті асыл дінімізді айтады, жақсылық жасауға асығыңыздар дейді. Сондықтан да бұл жаңа жыл мейрамын бір-бірімізге жақсылық жасауға, туған туысқандарымызға, достарымызға, асыл аналарымызға, балаларымызға, жұбайларымызға, күйеулерімізге тағы да бір қосымша сый құрмет көрсету үшін тағы да бір сылтау ретінде пайдаланайық ағайын. Сондықтан да қолымыздан келгенше тек осы мейрамда ғана емес, жалпы бір-бірімізге жақсы игі істер жасауға тырысайық. Сондықтан да бұл мейрамды да жақсы ниетпен, жақсы тілекпен қарсы алатын болсақ, бұл мейрамның да мазмұны өзгереді. Бәрі өзіміздің қолымызда ағайын.